Сәлеметсің бе, Ильяс? Сәлеметсіз. Ильяс, сен егемен еркін елдің ұрпағысың. Қазақстан тәуелсіздік алғалы 30 жылда үлкен жетістіктерге жетті. Ал сен тәуелсіздік табыстары деп нені айтар едің? Дұрыс айтасыз. Біз еркін елдің ұрпағымыз. Тәуелсіздіктің білім жолында қосқан үлесі мол. Еркін ойлы, білімді адам қалыптастыруда осы Абай мектебі тынбай жұмыс істеп жатыр. Мысалы, мені және менің құрдастарымды балалықтан даналыққа жетелеуге атсалысып жатқан осы Абай мектебіндегі толық адам ілімі. Қараөткелдің бойында мекен бар тұлға шайырға, Абай мектебі ашылған хәкімнің ұлы тойында. Ғылымды таппай мақтанбай, орынды таппай баптанбай, Абайда шәкірт оқиды арайлап атқан ақтаңдай. Есіл ағады еркелеп, рухани толып көркемет. Дарынды шәкірт біздерде ертеңін ойлар ертерек. Білім мен парыз өтеумен толағай жеңіс әкелген. Басшысы Абай мектептің арыстар туған мекеннен. Бағында ашқан талайдың, сәті де келген орайдың. Толық адамға бағыттар, мұражайы бар Абайдың. Күш қуат алып кеңестен, асатын алда белестер. Балабай десе сіздерге Алмахан Абай елестер. Байқаулар жетістік өрнегі, талапты шәкірттер ерледі. Жас өрен мұнда білім ап, Абайды оқудан жүлделі. Атқарған жұмысы келелі, жастарға туған ел сенеді. IQ деп аталған арнадан ақпарат таратып келеді. Бес асыл қағида білімі, қара сөз өлең тұғыры, жүрекке терең бойлатар Абай танудың сыныбы. Халықтан алған батаны, жырында оқып атаның, ілімін ардың білген соң атында сынып шәкәрім. Спорт пен өнер қанатым, алтыннан алқа тағатын, ұстаз бен шәкірт өрлесе, Абай сыйы бар алатын. Есілдің ерке жағасы, алтыннан қымбат бағасы, күн сөнгенше сөнбейтін алаштың бізде мұрасы. Тәнті боп баба жырына, хәкімнің сөзін оғына, мектепте өткен тіршілік жазылған Абай нұрына. Тәуелсіздік тәжекен, қалайша артық наз етем, Абайдың асыл ілімін ана тілімде паш етем. Көгерсе тамыр көктейді, бетеге көкке беттейді. Абайдан қазақ кетпесін, қазақтан Абай кетпейді. Балабайда біздерде, ақын Абайда біздерде, хәкім Абайда біздерде, бабаның сөзі жүректе. Адамдығыңнан өзгерме, ақыл мен қайрат жүрекпен жолдадым тілек сіздерге. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған білім саласы тәуелсіздік табыстары атты педагогикалық челленджін Алматы қаласы Абай Құнанбайұлы атындағы республикалық мамандандырылған мектеп-интернатынан қабылдап алып, Қызылорда қаласы Абай Құнанбайұлы атындағы дарынды балаларға арналған 3 тілде оқытатын мамандандырылған сыныптары бар мектепке жолдаймыз.